Ағымдағы жылғы 27 қарашада жоғары сот кеңесінің отырысында облыстық соттардың сот алқалары төрағаларының және облыстық соттар судьялары, сонымен қатар аудандық соттар төрағалары бос лауазымдарына іріктеудің қорытындылары шығарылды. Конкурс аясында кандидаттар мұқият іріктелді. Сот төрелігін жүзеге асыру мен әдепті сақтау сапасы зерделенді. Судьялық өтілі, ғылыми дәрежесінің болуы, судьялар қауымдастығының оң қорытындысы және өзге де көрсеткіштер ескерілді. Бұдан бөлек, жұртшылық, оның ішінде заң қауымдастығының өкілдері өз пікірлерін қалдыра алу үшін кеңес сайтында кандидаттар туралы деректер орналастырылды. Азаматтардан кеңес атына кандидаттарды сипаттайтын 1300-ден астам пікір келіп түсті. Сондай-ақ, үміткерлер туралы мәліметтердің болуы тұрғысынан әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізілді. Кеңестің ұсынымын алған кандидаттар азаматтық және әкімшілік істерді қарауға маманданған, ведомстволық наградалары бар, магистр дәрежесіне ие республиканың облыстық соттарының тәжірибелі іскер судьялары. Конкурстың іріктелген қатысушылары жоғарғы соттың жалпы отырысының және кандидаттардың жұмыс орны бойынша облыстық соттардың жанындағы соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестердің оң қорытындыларын алды. Ағымдағы жылғы 26 шілдеде жоғары сот кеңесінің регламентіне енген түзетулерге сәйкес конкурс қорытындысы бұған дейін конкурс жарияланған соттарда пайда болған қосымша бос жұмыс орындарын ескере отырып шығарылды. Облыстық және оған теңестірілген соттарға барлығы 200 кандидат үміткер болды. Конкурстық іріктеу кешенді бағалауды қамтыды. Оның барысында заң мамандығы бойынша еңбек өтілі, ғылыми дәрежесінің болуы, судьялар қауымдастығы мен жұртшылықтың оң қорытындысының болуы ескерілді. Сот төрелігін жүзеге асыру сапасы, әдепті сақтау және тағы да басқа маңызы бар мәліметтер зерделенді. Облыстық соттарға ұсыным алған кандидаттар тәжірибелі судьялар болып табылады. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап аудандық соттардың төрағаларын қызметке сайлау бойынша жаңа тетік заңнамалық түрде енгізілді. Бұл тетік бойынша жоғары сот кеңесі мен аудандық сот төрағасының бос лауазымына кандидаттарды облыстық және оларға теңестірілген соттардың кеңейтілген жалпы отырысында сайланған адамдар қатарынан іріктеу жүзеге асырылады. Аудандық соттардың төрағалары лауазымдарына іріктеу қорытындылары ағымдағы жылдың 5 тамызындағы жоғары сот кеңесі отырысына шығарылды. Облыстық және оларға теңестірілген соттардың кеңейтілген жалпы отырыстарында әрбір бос лауазымға 2 кандидат сайланды. Конкурс және іріктеу аясында ұсыным алған тұлғалардың тізімі жоғары сот кеңесінің ведомстволық сайтында орналастырылды.